Махаббатқа келгенде, олардың екеуі де бала еді. Бала сияқты аңғал әрі алаңғасар көңілімен жеткізеді бір-біріне деген ықыласын. Бірінің университет бітірген дипломы мен бакалавр дәрежесі болса да, бірі философияны біліп, қағылез өмірдің ыстық суығын молынан көрсе де, бәрібір. Әйгілі америкалық жазушы Джек Лондонның Мартин Иден романын талқылаймыз бүгін. Әлемнің түкпір-түкпіріндегі оқырманға бірдей түсінікті болатындай қандай негізгі элементтер бар бұл романда? Әлеуметтік желілерге шолу жасап болған соң бірге талдап көреміз. Адамға бір кітап төңкеріс жасай алмайды десе де, маған Мартин Иден почти сондай әсерлі болды. Алғашқы оқушы кезімде оқыған шығармам еді. Кеңес дәуірінің соңғы жылы. Өмір сүріп отырған қоғаммен салыстырып сол кезде таң қалғанмын. Қатты әсер еткен. Мартин сияқты баз кешіп кетпес үшін арман мақсатты да дұрыс таңдап қоя білген жөн. Жалпы біреуге жетем деп емес, өзіңмен байланыстырған абзал. Алғашқы сіздерге ортаға тастайтын сұрағым, сүйікті кейіпкерлеріңіз, фавориттеріңіз кім шығармадағы? Маған өзіме Мартин Иден ұнайды. Артур деген қасындағы досымның соны сабаған кезде барып екінші адам ұрып, ойланбастан сөйтіп, сондай сүйікті кейіпкерге айналып кетеді бірден. Бір қолдау күткен адам секілді көрінді ол маған сол жерде, өйткені жалғыз өзі күреседі барлық жерде. Әрине енді жігіттер Мартин Иден бас қаһарманды өздеріне фаворит қылып санаса, біз енді әйел адам ретінде әрине Мартинді сол деңгейге жеткізген. Мартин Иден немесе мистер Иден деңгейіне жеткізген, ол әрине ол сүйікті қызы, махаббаты Руфь. Сол кездегі, сол әлеуметтік ортаға, сол заманға лайық, яғни жоғарғы элита кластың формасы. Ал оның мазмұны қандай? Расымен Руфь болмағанда, онымен кездеспегенде Мартиннің өмірінде қандай өзгеріс болар еді? Болар ма еді, болмас па еді деген сұрақ туындайды, иә, заңды. Қарапайым жаңа өзінің деңгейіндегі сол кездегі бір әйелге үйленіп, одан кейін жай ғана бір өмір сүріп, ары қарай теңізші болып ұзақ және тыныш өмір сүрер ме деген ой келеді. Көзі ашылғаннан кейін Руфь көп көмектеседі, жаңағы ағылшын тілін үйретеді, лингвистика жағынан грамматикасы көмектеседі. Содан кейін бар оның бір жаңа бір деңгейге шығады да, екіншіге жаңағы элитаның ішіне кіріп, элитаның ішіне кірген кезде олардың бір сыртынан қарағанда оған бір бәрі керемет сияқты көрінеді. Қазір біздің қоғам дәл сондай ғой, біз сыртынан қараймыз да, барлығы бір сондай адамдар ақ жағалы адамдар керемет, қызметте адамдар сондай терең білімді адам сияқты көресің, ал кірген кезде басқаша көзқарас қалыптасады. Сол Руфь арқылы меніңше ол сол Руфьтің махаббаты арқылы сондай қоғамға кіргізіп, қоғамның көзін ашқан сияқты да. Бұл кеште Мартин Руфьден елең алаң күйде кетті. Сезімдердің қарама-қайшылығын сезгендей. Бұл биікке жету үшін қанша күшін сарп етіп осы адамдарға сонша ұмтылып еді. Енді олардан көңілі қалды. Басында соған алданады ғой, арбалады дейміз бе Мартин, иә? Өзінің ортасында бұрын менсініп жүрген қыздарды менсінбей қалып, бұрынғы достары, араласқан адамдары оған қызық болмай қалып деген сияқты сондай бір өзгеріс болады ғой Мартиннің өзінде де. Белгілі бір әдемілік, бір элитаның әдемілігі соған ұмтылады. Соның бір абсолюттік нүктесіне жеткісі келеді. Мартиннің өзінің қайғысы да, өзінің бақыты да, бақытсыздығы да сол шығар, сол абсолюттік нүктеге жету. Ол өзі қатты мінсіздендіріп алады, иә, негізі. Идеализация деп айтып болады бұл жерде. Психологияда дәл осындай синдромның атауы Мартин Иден. Иә, Мартин Иден синдромы. Өйткені былай шын өмірде де қазір мысалға арамызда да армандарына жеткеннен кейін өмір қызықсыз болып қалатын жағдайлар болатын шығар. Бір соншалықты бір үлкен өмір сүріп тастағанда айтып тұрған. Мартин жалпы бір алысты ойлайтын адам сияқты да. Кез келген шығармашыл адам сияқты, ішінде бір дәні бар, рухани бір бай адам болды негізі. Сондықтан ол андай үлкен өмірді жеңіп шықты, қиын өмірден. Теңіз, үлкен мұхит, оның барлығы да салыстырмалы түрде берілген нәрселер. Сондай өмірден келіп, осындай өмірде ол бір жеңіп шығуға ұмтылыс жасады. Сондықтан оның ішінде бір рухани сондай бір керемет күш болды. Махаббаты, ол жағынан мүмкін тереңдей алмаған шығар деп ойлаймын. Мартин сапаға ұмтылады ғой. А бұл жерде ол Руфь сол ортада, буржуазия ортада, бұл жерде сан. Сан мен сапа мәселесі жаңағыдай мазмұнмен форма. Бір пафос, мақтанып айтып қалу жұртпен бірге. Белгілі бір заңдылық, сол заңдылықтың ортасында жүру. Сыртқа әдемі көріну. Ол Иденді, Мартинді сол формаға салғысы келді өзі, буржуазиялық ортаның формасына. Соғанға дейін оны жетуіне, мақсат мұратына көмектесті. Бірақ сондай сол формаға салғысы келді. Сол жол жеңілірек болды ғой, өйткені Руфь Мартиннің деңгейіне түсе алмайды. Мартинге қол жеткізудің көтеріле алмайды.
мені соның түгелімен айналысуға, басқа еркектің бәрі айналысып жүрген іске кірісуге, сол ауаны жұтуға, сол көзқарасты ұстануға мәжбүрлесең, олармен арадағы айырмашылықты жояр едің. Мені де жоқ қыласың, өзіңді маған ғашық еткен дүниені де жоясың. Гендерлікте мәселе бар сияқты, жаңа сіз айтып қалдыңыз ба, әсіресе Мартинді біз екеуміз де, Ердан екеуміз бірден кім кейіпкер кім дегенде жаңа біз Мартин деп жатырмыз ғой. Негізі кітапта да сол заманның қайны ма, сол замандағы енді қоғамның көрінісі ма, бірден Мартинді, яғни ер адамды алға шығарады да бірден. Төбелесте де сол жеңіп шығады, мықты да сол, күш жағынан да сол, жаңағы қара жұмыстан қайыспай келіп, белі қайыспай. Және кімді жүрегін жаулап алған сол болып шығады да ең соңынан. Руфь сол деңгейден, сол ортадан, тәрбиеден шыға алмайды. Өзінің ортасын, ағаларын, әкесін айтқаннан шыға алмайды. Соның өзі қыздардың сол кездегі өзінің бас бостандығы үшін немесе өзінің пікірі үшін ол айта алмайды, барынан бас тартады бұл жердегі гендерлік мәселе. Бірақ байқасаңыздар, бастапқыда Руфьтің үлгі етіп айтқан бір адамы болды, байлыққа жеткен. Соны Мартин сынады, кәдімгідей. Өмірдің әр сәтінен ләззат алуды ұмытса, асқазан ішек құрылса, жұмыс істемесе дұрыс, ол кейін тапқан ақшасының не керегі бар? Не керегі бар? Артынан өзі сондай деңгейге қалай жеткенін білмей қалған сияқты. Сонымен Мартин Эйденді оқыңыз дейміз, өзіңіздің пікіріңіз болсын, Мартин Эйденіңіз болсын, біреу оны бейшара деп аяса, біреу мақсатқа, арманға жетудің озық үлгісі деп таниды. Келесі кездескенше.